Саламатсыздар ма достар? Ақыры ертеш клубы жабылыпты. Иә. Көңілге тиетін жаңалық. Көңілге кәдімгі түсіп кетеді, себебі Қазақстанда соншалықты комментарийлардың оқу бойынша мен өзім Атырауды білем, там внутри что творится, кухняны. Но ертеште не болған білмеймін, бірақ та тақырып біздікімен дәл бірдей екен. Өзінің туылып өскен клубын барлығы құртып тастады. Қалай құртты? Кәдімгідей. Мен әкім болам. Мен әкім болмаймын енді. Жалпы мен клубтың әкімі болам. Мемлекет, үкімет, акиматтан, ертеш үкіметтік ғой. Ақша сұрамаймын, енді положен ақшасын береді. Ана жылдар 1 миллиард берсем, ана жылы 2 миллиард беру керек, инфляция ғой. Береді. И айда кетеді сөймен. Профит 2 миллиард теңге. Болмайтын ойыншылар сатып алам. Хотя ертеш өте мықты ойнады кәдімгі. Болмайтын ойыншылар дегенге я бы поспорил бұл жерде. Сөйтіп, анаған зарплатасын мындаған қылдырам, мындаған қылдырам, біреу 300 мың қылам, біреуіне келмей ақ қой деймін. Сондайлар болды. Сөйтіп, налог төлемеймін. Қарызға кіріп кетем. Сөйтіп, осылай үлкен қарыз бола. Ертіс клубы ертеш ресми түрде жабылады. Бұл жаңалық енді. Санаулы күндер болды. Мен оған видео шығарған болатынмын. Жабылу мүмкін деп. Болды ол. Әлде кеш емес. Мен жабылу мүмкін дегенде жалпы видеолы шығарған болатынмын. Не үшін қалай вообще жемқорлық болып жатқан футболда? Қазақстанда жалпы жемқорлық футбол жағынан келгенде үлкен. Частный клуб болса, ешкімге бұл жемқорлық невыгодно. Пайда емес. Бізде пайда. Себебі халықтың ақшасы. Әр клубта 2 миллиардқа дейін ақша бөлініп жатыр. Ол выгодно, ол профит. Бізде Қазақстанда барлық клуб мемлекеттікі. Қайрат па? Ол Қайрат Боранбаевтікі. Қайрат Боранбаев бәрі үкіметке қатысы бар адам. Анонымыз үлкен компаниялардың әрі бастығы. Жарайды, Қайратты бұлай не дейді? Частный дейік бұлай. Плюс-минус 50-50 бар. Астана Самұрық-Қазынанікі. Самұрық-Қазына кімдікі? Біздікі. Халықтың ақшасы. Фондымыз біздің. ЧП бірдемелер болғанда біз Самұрық-Қазынадан ала қоятын ақшамыз. Самұрық-Қазына. Енді тілім бармайды енді Астананы жамандауға. Таслақтырасыздар, тілім бармайды. Астананы қатты бағалаймын. Біріншіден. Неге? Себебі ол они доказывают. Я ол Самұрық-Қазынаның ақшасы, я ол бірдеменің ақшасы. Шықты Лига чемпионға. Лига Европаға шығып жүр, постоянно болмаса да шығады. Міне, Астанаға ләмем айтамын. Қайратқа постоянно 2-нің ішінде жүреді. Оғанда енді дым айта алмаймын. Ал қалған клубтарға тілім қышиды қанша деген. Неге? Барлығы біздің қалтамыздан, сіздің қалтаңыздан финансирует етіледі. Барлығы кем дегенде 2 миллиард теңге финансирует етіледі. Анау емес, Ақтөбе бірінші лигада жүріп алып, біршама премьер лиганың клубынан да үлкен бюджеті. Сол, бауырлар. Біз жемқорлыққа, бұл жерде элементарный нәрсе, ол бәрі біледі. Жемқорлық. Мен айттым қалай жемқорлық болған. Коррупция. Бюджет не по назначению кеткен.
менің ойым мынандай: клуб болсын, ертең бірінші лигада ойнасын болсын, бірақ местныйларды ойнатуымыз керек. Бізге хорват, серб, Африкадан келетін азаматтары бізге керек емес. Мен қанша айтамын, мен жаным ашиды, бауырлар, шын айтайын. Мына Атырауда лидерлі бар, атыраулықтар білет, Малыш деген біреу бар, оның удары өте мықты. 94-ші жылы Нұрсұлтан деген бар, лидер. Хангери деген бар, өте жақсы. Қазақ бауырларымыз қатты ойнайды. Мен өкінемін өзім, неге мен футболист бола алмадым деп. Бірақ одан кейін мен ана Мадиев, Нұрсұлтанға қарап, 94-ші жылы Атырауда дамбыда тұрады, соған Малышке қарап, мен өзімді успокоить етемін. Олар бірінші класстан бері футболға қатыса тұра, лидер бола тұра, футболист бола алмады. А мен дым футболға қатыспай тұра, мен футболист бола армандадым. Ол болмайды. Олар болуға лайықты. Олар футболист емес. Я, олар футболист, былай любительский ғой, бағанағыдай. Бір районның бірдемесі, бір компанияның несінде футбол ойнап жүр. Бірақ ол қанша дегенмен кәсіпқойға жатпайды. Бюджет бөлінді ме? Местныйларға құрту керек. Бәрі открытый болу керек. Бәрі ашық болу керек бюджет. Болельшник білу керек, кім қанша зарплата алады. Шетелдерде білеміз ғой, бір Неймар қанша алады, Агуэро қанша алады. Оскар Қытайда жүрсе де біз білеміз қанша алатынын. Халық қанша алатынын да білеміз. Челсидің бүкіл составының біз қанша алатынын білеміз кәдімгі Европада. Бірақ біздің Қазақстанда бұл дейтін өте жұмбақ, ол зарплата деген ашық болу керек. Әңгіме чужие деньги не считать некрасивый деген сөздер бар ғой, біреудің. Әңгіме онда емес. Әңгіме біз жемқорлықтың былай шет жағасын ашамыз. Ақша қайта кетіп жатқанын көреміз. Бізге стадионнан бастау керек ең бірінші. Қазақстанда дейін дұрыс стадион жоқ, осы отырғанда дейін дұрыс. Бәр стадиондар ат қораға ұқсайды. Маған ұнаған стадион енді Қостанайда Тобыл стадионы ұнады. Енді Астана, Нұрсұлтанда Астана арена, ол енді бөлек әңгіме. Центральный стадион, міне 3 стадион маған ұнады Қазақстан бойынша. Қалған барлық стадиондар реконструкция жасау керек. Реконструкция жасап керек емес. Сол стадионды бірінші лигаға жаңа команда ашып, соларға беру керек те. Қазақстанда әр жерде жаңа жерге жаңа стадион ашу керек. Міне. Жанында фогымен. Білем, сөзге оңай. Зато бір бөлесін, жұмыс орны ашылады. Айта берсем көп бауырлар. Өкінішті. Ертіш 5 дүркін чемпион, Қазақстан премьер-лиганың 5 дүркін чемпионы банкрот. Маған Ертіш әрқашан бір өте жақсы клуб бол. Өте жақсы деп өтірік айтып қоймасам да болар. Өтірік айтып қойып отқан болар. Қалай айтсам бір необычный клуб болды маған. Атлетико Бильбао деген бар ғой, Испанияда. Соған ұқсас. Немесе Вулверхэмптон деген бар ғой, АПЛ-де. Соған ұқсас команда болды. Немесе бір скауттары маған жақсы жұмыс жасады. Кәдімгі подбор ойыншылар өте жақсы. Бірақ түбі жемқорлық болды онда. Факт. Ол ақиқат. Ертеш деймін, мен тұрған өз Атырауымда да жемқорлық бәрі білет. Бәріміз көзіміз қысамыз. Неге? Баяғыда дейтін, қой, Атырау футбол клубы жабылып қалсын дейтіндерге қарсы шығатын едім. Не етіп отырсың сен? Қазір өзім қуанамын кәдімгі бірінші лигаға ұшып кеткенге. Бюджеті азаяды, рахат кәдімгі. Местныйлар 2-3 ойнап жүреді кәдімгі. Қалған бәрі шетелден келгендер. Жарайды, мен көп нәрсе енді былай айтып кеттім. Бірақ Ертіш клубы жабылмауына мен тілектеспін. Жоқ дегенде бірінші лигаға шығып, немесе финансировать етіліп жақсы болып кетсе екен. Қазақстан футбол осы дардай Павлодар деген үлкен қалада клуб болмау, ол білесіздер ма, қандай жүрекке тиетінін мен білемін оны. Дардай Өскеменде болдым ғой мен. Бір аптадай. Футбол жоқ, клуб жоқ анда. Халық неге барады білмейді. Клуб бар енді былай ресми түрде, бірақ Семейде 6 ай ол неде ойнайды? Семейде ойнайды. А 2 сағатқа бару үшін
ешкім бармайды. Өскемен клуб, футбольный клуб болу керек, бірақ жемқорлық болмау керек деп білесіздер ғой. Бірақ местныйлар ойнау керек. Миллиард бөлінбей ақ қойсыншы, айналайын. Сол қазақ бауырларымыз, местныйларымыз 200, 300, 400 мың берсе де, 500 мың берсе де шашымыз тік тұрады, футбол ойнап 500 мың деп. Любой бывший дубльге айтшы, зарплатың ренжіме, сенің зарплатың 200 мың болады, ойнайсың ба десе, қазір ақ маған 150 мың берсең де жарайды дейді. Элементарный, мен жасым 30-ға келсе де маған 100 мың берем деші, полиядан шықпаймын.